бұны ертеде ешкі жүні бөртеде деп бастаймыз ба, қалай кетеді екен? Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Сіздермен бүгін мен Набат және Диана. Бүгінгі күні біз қазақ балалар әдебиетінің тарихын зерттейтін боламыз, сол жайлы талқылайтын боламыз, сөйлесетін боламыз. Балалар әдебиетінің пайда болуы мен дамуы, оның маңыздылығы, тағысын тағы. Ауыз әдебиеті, барлығы сол қазақ ауыз әдебиетінен тарайды. Оның мәні мен маңызы қазақ әдебиетіндегі орасан зор бір бөлігімен айқындалған. Біздің тарихымыз, біздің мәдениетіміз көбінесе ауыздан ауызға тарап отырған. Біз барлығын сол әртүрлі себептерге байланысты, патшалық Россия дейміз, содан кейін көптеген заттарға байланысты біз тарихымызды ауыздан ауызға, фольклор деп айтады. Бұл фольклордың бір кішкентай ғана бөлігі солай берілуге негізделген. Оның анықтамасы ол ғасырлар бойы бізге беріліп, халық жадында сақталып, өзгеріске де ұшырап, керек кезде ауызекі таралған көркем шығармалар. Олардың маңызы ол халықтың тарихы мен мәдени құндылықтарының сақталуына, және келесі ұрпаққа берілуіне орасан зор бір күші, әсері бар. Оның қазақ ауыз әдебиетінің түрлері көп, және біз бүгін бір түрін зерттейтін боламыз, дәріптейтін боламыз. Түрлеріне ол мақал-мәтелдер, көбінесе енетін ол батырлар жыры, тұрмыс салт жырлары, айтыс, тағысын тағы. Кішкентай кезімізден мысалы мақал-мәтелдер жатта, еңбек жайлы, білім жайлы, соның барлығын жаттап, дәріптеп келеміз. Ал ертегілер ол барлығымыз өтетін бір тарап. Әжемізден естейтін, атамыздан естейтін, әкемізден, анамыздан естейтін дүние. Өте маңызды, орасан зор әсері бар біздің психикамызға. Ең психикасы әсерлі, әсерге көп ұшырайтын ол бала психикасы. Бала психикасына кішкентай кезінде не кіреді, не біледі, сол соңында бізге әрине білінеді. Ең алғашқы білім, алатын біліміміз, тәрбиеміз деп айтсақ та болады. Біз тіпті кішкентай кезінде ертегі тыңдамаған баланы да бір жерден ақ айта алатын секілдіміз негізінен. Себебі ертегілер олар баланың ең алғашқы ақ пен қараны ажыратуға көмектесетін бір құралы. Олардың түрлері көп. Көбінесе қазақ халқында ол қиял ғажайып ертегілері, фантастикалық және мифологиялық элементтермен байтылған ертегілер. Көп барлығымыз естейтін сол ертөстік. Ол ертөстік 1 айда 1 жастағы баладай, 2 айда 2 жастағы баладай, 3 айда 3 жастағы баладай, 1 жылда 15-тегі жасөспірімдей болып, 2 жасында алысқан кісілерін алып тұратын бала болған. Сондай керемет персонаждармен, кейіпкерлермен байтылған ертегілер біздің жас психикамызды шынықтырады. Бізді тәрбиелейді. Бізге ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін былай пайымдайды. Осы ертөстіктің идеясы, мысалы былай айтып кететін болсақ, ол барлық қиыншылықты жеңуге болатын, үмітті үзбей мақсатыңа күресу қажет екенін жетуге рештен туралы айтылады, мысалға. Және сонымен қатар ертөстіктің басқа да өзінің көмекшілері болады ғой, айтылып өткен желаяқ, таусоғар, солармен адал достығы туралы. Яғни бұл адам дамуындағы негізгі құраушыларды айтып өтетін сияқты осы жерде. Бұл орайда тек қана бір идеологиялық біздің жақсы мен жамандығын емес, ол біздің тарихты да дәріптеген. Мысалы, сол жаңа сен айтып кеткен желаяқ, таусоғар, көл таусар, оның барлығы бір құдай ретінде, бір заттың бір мысалы таусоғар, тау көтерген, тау сындырған, ертөстікке таудан өтуге жол берген досы. Желаяқ тез жүгіретін, зымыран тез қозғалатын. Көл таусар барлығы мифологиялық кейіпкерлер. Біздің халқымыздың неге сеніп, нені дәріптегенін осы жерлерден біз біле аламыз. Бұның барлығы, мысалы, ертөстік батырлар жырларына да жатуы мүмкін. Себебі ол ертөстіктің неғұрлым батыл тұлға екенін бізге көрсетеді.
бірақ неге ол кезде сондай батырлық жырлар көп болған деп сұрасақ, әрине себебі ол барлығы тарихпен, сол кездегі уақытпен, сол кездегі контекстпен белгіленген. Ол кезде жаугершілік заманы, ол кезде батырлар керек болған, ол кезде жауға шабатын, 40 мың қолға қарсы тұра алатын батыл, ержүрек адамдар керек болған. Сол кезде сол адамдарды тәрбиелеуге, сол адамдарды тіпті бізге көрсетуге, бізге жеткізуге жеткілікті персонаждардың бірі деп білемін. Осы орайда қазақ ертегілерінде содан кейін тағы да бір құндылықтар дәріптеледі. Мысалы, Асан мен Үсен жайлы естіп пе едің? Естігенім бар. Асан мен Үсен, Асан ол білетініңдей бай баласы, Үсен жарлы баласы, екеуі құрдас екен. Осы жерде айтып жатады Ыбырай Алтынсариннің ертегісі, бай баласы, жарлы баласы. Бірақ біз бұл жерде кімнің бай, кімнің жарлы екенін білмейміз. Біз Асанның материалдық тұрғыдан бай екенін білеміз. Ол, мысалы, бір күні ел көшкенде қыр астында ойнап жүріп, ескерілмей екеуі жұртта қалып қояды, білетіндей. Бір мезгіл үйге баралық деп келсе, ауыл жұрты жоқ, олар жұртта қалған. Содан кейін Асан айқай салып жылайды, өкіреді, сол жерде проблеманы қалай шешерін білмейді, ештеңеге үйренбеген, қоғамға ешқалай бір үйретілген скиллдар жоқ деп айтамыз. Аузын ашса тамағы. Сондай. Жылап өкіреді, ал Үсен үндемейді. Өз мәселелерін келуінше шешіп, балық аулайды керек кезде, тамақ қорегін өзі табады, үйрек атып, әкесінен алынған ақылға, даналыққа сүйеніп, өз қамын өзі көреді. Соның арқасында, Үсеннің осы тәжірибесінің арқасында, жұмыс істеп, еңбек сіңірген тәжірибесінің арқасында өзін және Асанды ертіп ауылға келеді, тауып алады өздерінің туыстарын. Сонда демек, қайсысы бай, қайсысы жарлы? Бұл жерде бір екі түрлі ой болуы мүмкін. Себебі әкесінен соншама тәлім тәрбие алған, соның барлығын бойына сіңірген Үсен бай ма? Не материалдық тұрғыда барлығын біліп тұрған, бірақ андай ситуацияда жалғыз қалып, жылап өкіріп, мерт болатын Асан бай ма? Бұл орайда балаларға тіпті бір нақты жақсы жаман деп айтпайды, оларға ой өрісін кеңейтуге мүмкіндік беріледі. Сол жағынан ертегілер орасан зор маңыздылыққа ие. Осы қазақ ертегілерінде сонымен қатар кейіпкерлердің типтері болады. Ол мысалға біз бағана айтып өтірген ертүстік сияқты батырлар, ол ерлік пен батырлықтың символы болған. Онымен қатар айлакерлер, яғни әрқашан осы батырлар күресетін, қарсы келетін айлакерлер, ол ақылды және қулық сұмдыққа жақын кейіпкерлер. Мысалы, Алдаркөсе, Насреддин Ходжа деп айтады. Насреддин Ходжа түркі тілдес елдердің бір барлығына ортақ персонаж, кейіпкер түрі, прототипі, ол Насреддин Ходжа. Алдаркөсе де соған ұқсайды. Байлардан алып, кедейлерге береді. Өзі айлакер, сонда да жақсы ма, жаман персонаж ба, оның да біз ой өрісімізге, өзіміздің бір түсінуге мүмкіншілік беріледі. Ақымақ бай адамдарды алдап, өзінің ақылымен. Қазір тағы несі де шығып жатыр ғой, бейнеленген мультиверсиясы. Соның бүкіл серияларын көргем. Ал содан кейін тағы бір зат, ол жануарлар. Біздің мәдениетімізде жаман адамды жаман қылып көрсетпеу үшін олар былай түлкі, қоян, қасқыр түрлерін қолданған. Мысалы, біз түлкінің қу екенін, түлкіні біз қу жануар деп елестетеміз, дұрыс па? Бірақ неге? Түлкі шынымен қу ма? Немесе ол бізге сабақ үйрету үшін, бір мән үйрету үшін қолданылған жануардың прототипі ма? Түлкі прям қу деп ойламаймын мен негізінен. Барлық жануарлар бірдей шығар. Сондай. Ал бірақ біз жолбарыс пен түлкі деген ертегілердің аясында, қасқыр мен орыстардікі, бірақ ол колобок. Бұл жерде түлкіні біз айлакер, қу деп білеміз. Сонымен біз негізінен фольклорда бір жануарлардың өздеріне бейім бір мінездері бар екенін елестетеміз. Осы ертегілердің арқасында. Олар тағы да мысалға балаға жануарлар жақынырақ болады деп ойлайсың ба? Мысалға, яғни сол кейіпкерлерді жануарлар арқылы сипаттасақ, олардың түсінігіне көбірек әсер етеді. Яғни көбірек жақынырақ болады адамдардан қарағанда. Себебі олар адами қарым-қатынаста
былай түсініп қоймайды ғой. Иә, менің ойымша ол бояуға қанық болады сол кезде. Мысалы сен түлкіге сондай бір мінез бересің, иә, қасқырға бір тағы мінез бересің, арыстанға тағы бір мінез бересің. Оның барлығы бір факторлармен дәріптелген ғой. Біз арыстанды аң патшасы деп білеміз, иә. Оның барлығы неге? Себебі олардың рөлі бар. Бір тағамдық цепочкада да рөлдері бар ғой. Соған орай ма, иә, түлкінің неліктен қу екені, мүмкін ол былай кішкентай болып бүкіл жерге кіріп кетіп, керек жерінде азығын алып кетіп, сондай болғасын ба, тағысын тағы. Оның шындығы да бар дейсің ғой, мысалға кейбір жерлерде. Иә, ол барлығы шындықпен шыныққан, бірақ сонда да біздің бір ойлау қабілетімізге ерік беріп, фантазияларға кішкене бір бояу сіңіріп кетуге бір мүмкіндік беретін өріс деп білсек болады. Осы жерде мысалға сен айтып жатсың, кейбір ертегілер ол бұрынғы наным сенімге артылып жасалған, ал кейбіреулер ол кәдімгі жануарлар туралы, кейбіреулер мысалға адамдардың шын өмірдегі қарым-қатынасы туралы айтылған деп білесің. Мысалға осы жаңа өсіп келе жатқан балаға қандай ертегілерді айтқан дұрыс деп ойлайсың, және қалай мысалға жас ата-ана соларды синтездеу керек, қандай ертегілерді айту керек, қандай ертегілерді айтпау керек деген сияқты. Негізінде жалпылама маңыздысы яғни қаншалықты айту маңызды ертегілерді деген сияқты. Жаңа айтып өткендей, менің ойымша ертегі тыңдамаған баланы ажырату оңай. Себебі олардың ойлау манерасы, иә, олар үлгілері өзгеше болады. Кішкентай кезінен былай ойлауға көп мүмкіндік берілген. Себебі ертегі тыңдаған кезде сен ойға батасың, иә. Содан кейін ол тек қана саған ойлау өрісі ғана емес, ол сенің ата-бабаңмен, ата-анаңмен жақындасуға мүмкіншілік, иә. Сонда біз ертегілерді көбінесе ұйықтар алдында оқиды ғой. Ұйықтап бара жатасың, сен мамаңның дауысы күшті ғой, әкеңнің дауысы, ол да күшті, иә. Қанша тәрбиелік мәні бар оның. Тек қана сен сол тәрбиені қызықты балаңмен уақыт өткізу арқылы беріп тұрсың сонда. Бұл сонда тек қана интеллектуалды ғана қозғалыс, интеллектуалды ғана өрісіне даму ғана емес, ол және менталды біліктілігіне, менталды эмоциональный интеллект деп айтады ғой. Сол баланың сол жағын дамытуға қанша қолғабыс береді, иә. Демек, бұл ертегілердің орны ол бөлек. Тек қана тәрбиелік мәнде ғана емес, балалармен жақындасуда, балалармен бір тіл табысуда. Сондықтан ертегі айту, ол сен ертегілердің, мысалы менің әкем ертегілерді өзі де ойлап табатын. Кейде кітап оқуға өзі ойынан айтатын, содан кейін кітаптан оқып беретін, және кейде мен туралы ертегілер шығаратын. Оның барлығы менің әкеме күшті вайб беретін. Себебі мен әкем, пожалуйста, маған ертегі айтып берші деп. Ол қанша уақыт, сен аз кем дегенде бір 30-20 минутыңды балаңа ертегі айтумен өткізесің. Тәрбиелік мәнісі мол, менің ойымша. Осы орайда мен тағы да бір сөз есіме түсіп отыр. Әлихан Бөкейханұлы айтқан, ұлтқа қызмет ету ол білімнен емес, мінезден, яғни тәрбиеден деген сияқты. Яғни қазір қаншама білімді адамдардың мысалыға қаншалықты қазақ халқына пайдасы тиіп жатыр, жалпылама айтқанда қазақ халқына емес, әлемге қаншалықты пайдасы тиіп жатыр деген сияқты. Яғни ойлансақ, көп адамдар мысалыға өз қарабасын ойлайды, яғни тәрбиесі төмен. Яғни осы орайда мысалға ең алғашқы тәрбиелердің бірі осы ертегілерден алуға болады сияқты. Яғни жақсы, болашақта жақсы принциптары бар, өзінің ұстанымдары бар адамның бейнесін құру үшін ертегілердің маңызы зор деп ойлаймын. Иә, себебі балалардың ой өрісі ол өте кең. Олар ненің шындық, ненің өтірік, пәк қой, ненің шындық, ненің өтірік екенін ажырата алмайды. Сол орайда сен олардың бұл әлемде бір жарқын өмірлері бояуға толы болып өсуіне септігін тигізесің. Себебі біздің ертегілердің көбісі қиял ғажайып ертегілері, олар ең көнесі болып табылады қазақ ертегілерінің. Көп дәуірді басынан кештірген, өзгеріске де көп ұшыраған біздің халық. Сондықтан кейіпкерлері де олар ай десе аузы, күн десе көзі бар, сұлу, не алтын шашты қыз, айдаһар, жеті басты жылан, алып қара құс, тұлпар ат, басы алтын, арты күміс киік сияқтылар, біздің ертегілердің феномені, біздің ертегілердің көрінісі. Бұл
кейіпкерлердің көбісі жақсы жерлерінен сипатталады да, соңында еңбекқор, адал, саналы, білімді адамдар жеңіске жетеді. Қаншалықты қиындыққа түссе де олар жеңіске жетеді. Бұл орайда бұл балаға не істесең істе, жақсы ниетің болса, істегенің жақсы болса, жақсылыққа жетесің деген мән үйретеді. Сондықтан бұл орайда ертегілердің мәнісі орасан зор. Қазірде мысалға осыны ауыстырып жатыр ғой адамдар, мысалға ертегінің орнына мультфильмдер немесе тағы да басқа бейнежазбалар түрлі. Осы туралы көзқарасың қалай, яғни қандай ерекшелік бар, яғни қалай дұрыс, немесе бәрібір ма, қалай болса да мысалға? Әрине, әжеңнің құшағында жатып тыңдаған ертегіге не жетсін? Одан қаншама сен даналық аласың. Әжеңнің өзінің қосып қояры бар ол жақта. Себебі халық ауыз әдебиеті ол сен тыңдаған ертөстік, мен тыңдаған ертөстіктен басқа болуы мүмкін. Бірақ негізі, оның негізі бір, оның түсінігі бір, оның мағынасы бір. Бірақ ол әртүрлі болып келеді. Оның алуан түрлілігі, оның сол күштілігі оның алуан түрлілігімен белгіленген. Сол орайда біз ауыз әдебиетінің, ертегілердің қаншалықты мәдени мұра, қаншалықты білім мен тәрбие екенін біле аламыз. Әрине бұл видео ютубтан қойып қойған видос, ол бұған тең болмайды. Оның барлығы әртүрлі. Оның әрине бар бір мағынасы бар шығар, бірақ тең зат емес. Ол екеуі де болады. Дұрыс емес түсініп қалу да мүмкін деп ойлаймын. Мысалға сен керек кезінде әкеңнен сұрай саласың, мынау қалай деп. Ал видеода сен не түсінесің, қалай синтездейсің, ол өте сұрақ қойылатын нәрсе да негізінде. Осы орайда содан кейін біз әйелдің рөлін, ер адамның рөлін түсінеміз ертегілердегі. Менің көп ойланатыным, ол неге әйелдер жауыз болып көрінеді көбінесе. Жаңағы жезтырнақ, мыстан кемпір, содан кейін тағы байдың бәйбішесі қатал келеді. Бірақ былай қарасақ, ерлерден де жамандар бар. Мысалы, байларды көбінесе біз ер адам болып көреміз, содан кейін қаһарлы, сондай болып көреміз. Бірақ көбінесе әйелдер жексұрын болып көрінеді да. Мүмкін болғанда мен жақында Зира Наурызбай ханымның подкастында естіп қалғам. Ол ертегілер зерттейді, халық ауыз әдебиетін зерттейді. Сол орайда бұл ертегілер, себебі біз қазақ халқы негізінен әйелдерді құдай санаған. Әйелдерді басқа бір бөлек орны бар деп санаған да. Осы орайда біз әйелдердің қаншалықты халықта, халық ауыз әдебиетінде рөлін білеміз. Адамдар әйелге бір негізгі рөл берген, сондай бір рөл берген. Ол әрине патриархалды установкалармен, патриархалды ұстанымдармен де бір, патриархалды ұстанымдардың арқасында да бұл біз жезтырнақ пен мыстан кемпірді көретініміз. Бірақ сонымен қатар руханияттық, мәдени тұрғыдан да әйелге көп мағына бергендіктен біз сондай әйелдік рөлдер көретініміз мүмкін деп ойлаймыз. Сонымен барлығын қорытындыласақ, қазақ халық ертегілері олар ауыз әдебиетінің ертеден келе жатқан ауқымды саласының бірі болып табылады. Олар атадан балаға мұра ретінде беріледі, ерте заманнан бүгінгі күнге дейін үздіксіз даму мен толығу үстінде келе жатқан асыл қазынамыз. Қазақ халқының ертегілерінің құндылығы олардың ежелгі заманда пайда болғанымен бүгінгі күнде де маңыздылығы мен қажеттілігін артып отырғандығында. Ертегілер халқымыздың тарихын, дүниетанымын, тұрмысын, салт дәстүрін және әдет ғұрыптарын, наным сенімдерін көрсетеді. Қоғам дамыған сайын адамдардың ой санасы өсе түседі, өмірге деген көзқарастар өзгереді. Бұның барлығының айнасы ертегілер, себебі олар ауыздан ауызға беріліп отырады. Қазіргі заманның жетістіктерін көре отырып, ертегі оқиғаларындағы халық арманның іске асып отырғанын да байқасақ болады. Осы орайда ертегілердің қаншалықты бала тәрбиесіндегі зор әсері бар екенін көре аламыз. Және қазақ тіліндегі ертегілерді балаларға айтудың қаншалықты пайдалы, қаншалықты ой өрістерін дамытатынын да байқаламыз. Осы орайда. Сондықтан қазақ тілінде сөйлейік, қазақ ертегісін оқиық, қазақ тілін дамытайық. Балаларымызды қазақ тілінде тәрбиелейік. Өзіміздің мәдениетімізбен, өзіміздің әдет ғұрып ертегілерімізбен. Сіздермен болған Инабат және Диана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.